Мен дәл қазір директордан келе жатырмын. Бүгін мектепшілік іріктеу тест болады. Сондықтан ешқайсыларың сабақтан сұранбаңдар. Сабақтың жартысынан қашып кету деген болмасын, баха. Причем тут я? Тыңдақта барады. Ал төмен балл жинаған оқушылар мектептен шығарылады. Бұл біздің мектептің рейтингін көтеру үшін жасалып жатқан жұмыс. Не болып кетті айталайды? Адам өз быжы-быжыдан бас қатып жүрсе. Не болса да көрейік та, брат. Ал орташа балл жинағандар осы сыныпта қаласыңдар. Так что көп сөйлей бермей, дайындалыңдар. Дайындалайық. Азамат, осы қалай ойлайсың? Осы жасалып жатқан жұмыстардан кейін шынымен де білім сапасы арта ма? Қанша пайыз артады? Директор мырза, нақты қанша пайыз артатынын айта алмаймын, бірақ жоғары нәтиже көрсетеміз деген сенеміз. Азамат, мынау жоғары балл жинаған оқушылар бар ғой. Солармен қай оқу орнына айналысады? Меніңше, күні кеше Нұр болашақ оқу орталығының басшыларымен сөйлескен болатынмын. Олардың естуімше сапасы, білім деңгейі жоғары, сондықтан солар лайықты. Жарайды ендеше. Бүгінгі болатын тесттерге сәттілік, жақсы өткізіп алыңдар. Нұрлан Сабыржанұлы, біз білім сапасын жоғарылату мақсатында жұмыс жасаған соң бар күш жігерімізді саламыз. Адик, ештеңе түсіндіргің келмей ме? Не түсіндіретіні бар оны? Иско таза итін тілін істеп кетті. Как она есть? Мен оған түскен жоқпын. Және ол жерде бекада болған жоқ. Мен өзім ол жерде не болатқанды білмеймін ғой. Өзімен өзі ең тірлігімді шығып қоятсам, апыр-топыр ерегіс бастап кетті. Амал жоқ бақаларды шақырдым. Түсінуімше, Ератублис іздеп әдеге істеп жатқан сияқты. Бізді баяғыдан жақтырмайды ғой. Бля, Иско, шатыр тайдырды конкретно бар ғой. Қатының тірлігін істеп. Негізі не болып отыр өзі айтшы. Негізі ол лесницада біздің Саянмен сөйлесіп отқан. Не сөйлескенін білмеймін, бірақ бір-екі прикол айтып, Саян қайтарып жібердім. Сөйтіп артынша Исконы қайтардым. Баха, Искомен паразым кетейші, мен орнына қойып тастаймын өзім. Чо, Айс. Иско мен Адиктің өздерінің темасы. Адик өзі кетеді паразым. Оған көнбесе, көреміз ары қарай не болады. Болды қара ма? Шайласын тігіп жіберем ғой. Мыналар әбден басына айнапты бар ғой. Көрсету керек кімнің кім екенін. Не болып жатыр, брат өзі? Бір-екі күн сауықтан қабек, астан кесінен шығарып жүрсіңдер ғой. Мен мына мектептен шықсам вообще құлайды екен ғой, мектептен бір бұрыш. Орның опырылып қалады ғой, брат. Сен неменеге бассың, чым ол? Бір шәлтіреңмен профессор ғалым кебей. Жоқ, сонда айтпайын деп шештіңдер ма? Түсіндірмейсіңдер ма, Ника? Жоқ, түсіндіргенде Жасик былай ғой. Ой, шо, не деп айтасың? Мал болып таяқ жаққанмын деп айтасың ба? Таяқ жеп қойған десең, тыныштық па? Жоқ, таяқ жегенде негіз таяқ жеген жоқпын. Ера негіз шынымен былай болған. Қойшы, ақталмай қойшы. Как әне сының ма бұл қойсай? Жасик, кейін өзім түсіндіріп берем ма? Жарайды онда, қазір келем, Қаға? Ера, кейін өзіңе түсіндіріп берем. Мақма? Ойма, жоқ. Осындай. Сая? Сая? Тоқтасай? Тоқтамай күйдіресің ба сонда? Тоқтаса ғой, шіркін. Не болды, Жасик? Не болған айналайын? Саған не болды? Маған не болыпты? Жасик, өтіріктен тупит етпеші. Не тупит етіп тұрмын? Айтсай? Білмей қал осындайда, жазбаған, іздемеген. Мен ба, сен ба? Екеуміз де ғой? Қалай екеміз? Сен емес па дос болайық, үйтейік, бүйтейік деп артынан жүгірмей қоймаған. Енді сен айтып алып жоқ болып кеттің ғой? Не болған бәріңе? Еще бәріңе да? Все ясно. Мен осының бәрін біліп тұрып саған дос болайық дедім. Ал сонда дос болғанның өзіне қазір осындай болып жатса, ертең не болады екен, а? Жасик, қыз бен жігіттің арасында достық сезім болмайды. Сая, кешірші мен. Жарайды, мен кете берейін. Я айта бер. Бірден айтайын деген ма жалпы? Сабақ жайында ма? Кешір сенің дәптерін толық бітірмеген едім. Ертең точно бітіріп беремін. Жоқ, дәптерлер емес. Химия жұмысын орнына қойғам. Химияда емес. Тарих? Жоқ, негізі сабаққа вообще қатысы жоқ. Адам осылай тұрып сабақ сұрайды ма?
Енді? Негізінде Сая. Бажа деймін да. Осы Тимур қойған әлем жарсың. Шыны керек бар. Қачып қой. Жүрсе. Қачып бір Кеші жат емес. Сып-свежий есе қонау. Налар бір күні бір-бірінің етін жейді бар ғой, сәйіп жүрсе. О, Асем? Не болып тасырған жоқ қой? Жоқ, бәрі нормально. Ой, Асем, үйтіп сен нағымақ қойсы, мен бәрін түсінем ғой, Тимуха ма? Сол махаббат, ана мынау дейтін өтірік әңгіме екен ғой, далбаса әңгіме ғой. Соны мен де енді түсіндім ғой. Сен бүйтсей, анай цитата шығарсай, бұл өмірде жалғыз еркек, ол менің әкем деп инстаграм жазып қойды. Тым күлкілі сәтік. Бача? Не ол бача деген? Ой, үшін мынандай ғой, сен өмір бұның баласымен араласасың. Мен қызымен араласам. Екеуміз бача болып келеміз, болу. Енді олай айтудың вообще қажет жоқ. Ұзаққа шашпат десе, я? Ладно, Адик, мен кеттім. Вообще мазам болып тұрған жоқ, қара кесектің өлеңін тыңдаймын. Бопты, давай. Бача. Сая, осы мен сенімен ашылып отырып сөйлескім келеді. Бізбен вообще сөйлеспейсің ғой? Не айтам, менің әлемім мүлде басқа ғой. Вот именно, мен сенің әлемің қызық болып тұрған оған. Неге? Осы сенің ше, миыңа кірген кезде мынандай болады ғой, ішіне кіресің ғой, бүйтіп, шығардың жолын таппай қалатын. Ей, анау ше, лабиринт па? Сол лабиринт. Сен миың лабиринт сияқты ше. Айым одан же тестке дайындалшы. Я? Че там? Бірдеңе айтуым керек еді саған. Давай айта бер. Негізі Қойшы түсін, мыжып тұрсын. негізі Адик пен Бека маған жабылған жоқ. Түсінбедім. Қалай сонда? Қалай болғанда Адик рас айтады. Ол маған әзіл деген болмаса маған тиіскен жоқ. Ал ол жерде Бека мүлдем болған жоқ. Сен басың істей ма? Мен сендер үшін аяқтап тұрып берем. Ал сендер осы не өлдіріп жүрсіңдер ау? Ера, мен просто ішім ашып кеттім мен приколға тыққанына. Маған сен басқа жерің ашмайды сенің ау. Қалай қарай мен ана бақылардың бетіне? Абыройдың бәрі төктіңдер ау. Кешірші Ера. Қызша. Короче, басым қатырмай, барасына бәріне кешірім сұрайсың. Түсінің ба? Түсінің ба тебе? Жарайды. Қой көзімен. Басында Украинаның артынан 19 мемлекет бар. Сол 19 мемлекеттің барлығы бақытты Россияның соғысқан. Брат, Сен политикаң вообще қақпайды екен. Басқа тема айтайықшы. мысалға? Біз осы кабинетке жері Не үшін? тест болады деп айтқан едім. Тест басылып кетіп тұғыш. Басылып. Кір. Өтіп кетейін. Я. Осы тесік қой. Сендер не істеп жүрсіңдер? Кіреміз ішке давай. Ал құрметті балалар, бүгінгі тестті жақсылап өткізіп алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Азамат тест тарқата бер. Жота Адик ойланып кетіпсің ғой. Кейде ойланам, қару жарақ үй үшін қажет деп. Жоқ, ол емес. Кейде ойланам, алыстаған арбалағанша, жақыннан дұрбалаған жақсы деп. Түсінбедім, Адик. Бюробас, тартып кетші. Семен әңгіме бар. Күте тұр, қызбен тұрып қой. Асың үстіме, болшы. Мен нағып атқан кезде, бәрі нағып кетеді.
Оттан да жолығамыз ба? Қабақ шақырып отыр. Украинадан Америка қолдаған. Жиги, біз оны сағынып жатыр екен. Кеттік. Енді бар, кешірім. Қағып барсың? Оңай айтпақ жоқ. Мен ана онан бағдар төбелеске шығарып қойдым. Төбелеске? Қуасымаса мен кешірім сұрауға барайын да оға. Шайшылық көзіңдер екен. Шай аласыңдар. Мынау кешірім сұрайын дейді ғой? Мен жібердім кешірім сұрады. Не бүлдіріп қойдым мен, а? Не болды? Мен ана онаның балдарын төбелеске шығарып қойдым ғой? Жақсы, ақыр шақырыпсың ғой, кеттік онда. Қуасыма десің, кешірім сұрауға барайын да. Қайдан білейін не? Ера, балдарды тараздан қойып, шығар ана өтірікші. Давай. Орындар бір жөндері түсіндіңдер ма? Ерабы, бақа. Сен бұлай, ондарды ұстамақ қой, сен түсіндің ма? Өзім ұстаймын. Жүріңдер болды. Лә, көрінер ма? Айырып отқан жерінен жауып кетті ғой. Қоя беш, по-любому орындарына қойып тастадық қойған кіретін. Негізі біз оларға бесеуі жауып кеттік қой. Біз жабылған жоқпыз. Олар өздері бастатқан кіретін жабылып. Ол да бар, Ади, красавчик. Әшейін ғой. Ерабан, кешірші. Мен бұлай уақытта ойламадым. Бұл ас болып қонды, немен сұрауырсың сені? Болып қойысай. Тап сен аузыңды. Жүрсің ойлай бір қыздың артта салпыңда. Мен сендерші тұрып берем, а сендер жүрсің мен яқты ола. Бетке достықтарың. Ера, кешірші. Сөйлей бермеші! Жігіттер, сендерді онаның кабинетіне шақырып жатыр. Директор тест тапсырсын дейді. Сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, отырамыз. Өткен тесттің жауабы шықты. Бұл тестте қазір тек қана жоғары балл жинаған оқушылардың ғана аты жөнін айтатын боламын. Ендеше тыңдаңыздар. Махадов Нұрасыл, Абдуллаева Айым, Оралова Айлун, Әлімқұлов Айдос. Болды. Ең қуанышты жағдай, біздің сыныпта төмен балл жинаған оқушылар болмады. Ал жоғары балл жинаған оқушылар арнайы Нұр Болашақ оқу орталығымен бірге білім алатын болады және алтын белгіге ұсынылатын болады. Ал орта балл жинаған оқушылар өз сыныбында жалғастыратын болады. Артық сұрақ жоқ болса, ендеше сау болыңдар. Негізі махаббат деген адамды құртады ғой. Ұстарсыларым не жоқ. Кеттіге сыныпқа. Айлун, тесттен өткен құтты болсын.